Достар, қазір сіздерге туториал видеоны түсіретін боламын. Ең алдымен бізде түрлі кошелектерден ашуға болады. Мен Kiwi кошелегін таңдадым. Қазір Kiwi'ді скачать еттік. Міне ол кәдімгі приложение. Play Market'тен, App Store'дан скачать ете аласыздар. Міне өздеріңіздің номеріңізді жазасыз. WhatsApp 150-91 ұстап жүрген номерлеріңізді. Дальше сосын мына жерде робот емес екеніңізді тексереді. Тексерістен өтіп алайық. Так. Осылай тексереді. Қазір енді бізге звондап кодты айтатын болады. Кодымды айтты. Енді өзіміз пароль қоямыз. Кез келген парольді қоя саласыз. Типа кошелекқа кірген кезде кодпен кіресіз ғой. Сол типа пароль. Телефонның пароль сияқты. Соны өтеміз. Қазір ашылады. Мына жерде 0 теңге деп тұр, кошелек ашылды. Енді бізде сіз мына номеріңізді, ашқан номеріңізді қазір мен сайтқа кіріп, сіздерге қалай ауыстыру керек екенін көрсететін боламын. Дәл қазір менің кошелегімде типа мына жерде граммен өлшенеді ғой. Менде 0 баланс. Қазір мынаны шығару үшін вывести дегенді басамыз. Так, вывестиді басамыз. Қазір загрузка болып жатыр. Міне осылай қараңыздар. Вывод дегенді басасыздар ғой, сол кезде осылай вывестиді басасыздар, потом төменге қарай түсіресіздер. Міне мына жерде айтылып тұр. Түрлі карталар таңдай аласыздар, 72 сағат ішінде кек қалады, және демалыс күндері істемейді. 0,1 грамм болу керек. 0,1 граммнан басып сіздер шығарып ала аласыздар. Выбрать дегенді басамыз. Мына жерде, яғни біз қайсыны лақтырамыз? Біз Kiwi таңдаймыз. Мына жерде, мысалы, сізде қанша теңге бар? Мысалы, мына жерде неше грамм? Сіз бір не шығарсаңыз, мынада 1 болады, номер счета. Жәнегі өздеріңіз Kiwi'ді қандай номермен аштыңыздар, сол номерді мысалы жазасыздар. Мысалы, мен 5-150-91 осы номер, мысалы, заказать вывод. Солай сіздердің Kiwi кошелектеріңізге түседі. Сосын арғарай қазір мен көрсетемін не істеу керек екенін. Міне достар, мысалы, маған мына жерге ақша түсті деп ойлайық. Мысалы, 500 теңге түсті дейік. Ол теңге болып түседі. Ана жерде доллар болып түседі ғой деймін, қателеспесем. Оны теңгеге айналдыру үшін мына жерде бүйтеміз. Қараңыздар. На Kiwi кошелек, яғни өзімізге лақтырамыз. Kiwi кошелек деген бірінші тұрған басасыздар. Сосын обновить етіп жатыр. Жайт достар, оны кейін өздеріңіз аудару оңай ол. Мысалы, доллар түссе, теңгеге аударып алу деген оңай. Енді мысалы бізде 500 теңге тұр, 500 теңгеге айналдырып алдық, мысалы, долларды. Енді оны қалай Каспиге лақтырамыз, қазір көрсетемін. Мына жерде платежи и переводы деп тұр. Сол жерде всені басамыз. Всені басамыз. Бәрі шығу үшін. Так. Всені бастық қазір. Не шықты енді? Переводы на карту. Картаға лақтыру үшін, яғни Каспиге түсу үшін. Енді мына жерде Каспиге лақтыру үшін поискті басамыз. Ағылшынша Каспи деп жазамыз. Бар болу керек. Міне, АО Каспи банк. Міне. Қазір кіру керек. Қазір. Достар, мына жерде Каспи дегенді басқанда бір анкета толтыру керек. Сол анкетаны толтырасыздар, сосын Каспи карталарыңыздың номерін жазып, солай аударатын ақшаның көлемін жазып, өздеріңіздің Каспилеріңізге аударып аласыздар.